Сәлем оқушым, 3-ші сабаққа қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың қанатты сөзі алға жүрудің құпиясы алғашқы қадамды жасау. Сендер алғашқы қадамдарыңды жасадыңдар, енді алға қарап шаршамай жүріп, ДЖТ-дан 50 ұпайды алуға тырысыңдар. Сонымен жоспарымызды еске түсірейік. Біз бірінші, екінші сабақтарды өтіп болдық. Енді 3-ші сабақта сендер ежелгі Қытай және ежелгі Үндістан екі мемлекетті оқисыңдар. Яғни екі видео қарау керек сендерге. Сонымен 3-ші сабақ ежелгі Қытай. Қытай бізде шығыстағы өркениет ошағы Хуанхэ өзенінің аңғарында пайда болған. Ежелгі Қытайды түсіндіру үшін ежелгі Қытайда мынандай Ся деген алғашқы мифтік тұрғыдан қарастырылатын династия бар. Одан кейін мифтік дегеніміз, өйткені оларда деректер табылмаған, сол себептен оны мифтік деп атайды. Археологтар ешқандай дерек таппаған. Одан кейін Шан-ин династиясы деген бар. Олар орталықтанған кәдімгідей бір мемлекет болды, және оның билеушілері Ван деп аталған. Орталықтанған дегенді естен шығара тұрыңдар, өйткені бізде ол цинда айтылатын сөйлем. Ал одан кейін мына жерде бізде Чоу деген династия бар. Чоу династиясы. Енді қараңдар, мына жерде 2-ші мыңжылдық, 16-ші ғасырдан 11-ші ғасырға дейін. Чоу дегеніміз 16-дан 3-ші ғасырға дейін. Енді БЗБ артқа қарап жүріп жатыр. Одан кейін империя деген бар. Тұңғыш Қытай тарихындағы империя. Ол кезде императорлар басқарады, мына кезде патшалар басқарады. Ал енді оқушылар іштерінде мынандай оқушы болуы мүмкін. Династия деген не? Династия деген не деп? Династия деген ол патшалық. Патшалықты кім басқарады? Патша басқарады. Осыны түсініп алыңдар. Циннен кейін хан империясы келеді. Бұлар уже империя, бұл екеуі. Цин империясы бізде өте аз өмір сүрді. Цин империясы Иншен 246 жылы билікке келгенімен, ол 221 жылы ғана император болып сайланғандығы. Қазір осы уақыттарды былай жазып шығамыз. Оқушылар, династиялардың уақыт сызығын біздің заманымыздан бұрын деген жазу мынау көріп отырсыңдар. Сонда 2-ші мыңжылдықты примерно біздің заманымыздан бұрын 20-ші ғасыр деп алатын болсақ, яғни 2-ші мыңжылдықтан 16-ші ғасырға дейін, бұл примерно, қандай династия болды? Ся династиясы болды. Ал 16-ші ғасырдан 11-ші ғасырға дейін қандай династия болды? Бізде бұл кезде Шан династиясы, немесе Шан-ин деп, немесе Ин династиясы деп те сұрай береді оны. Екеуі бір нәрсе, түсініп алыңдар. Одан кейін 16-ші ғасырдан 11-ші ғасырға дейін қандай династия десе? Чоу деген династия ол кезде. Ал 3-ші ғасырдың аяғы, яғни 3-ші ғасырдың 246 жылдан бастап, мұнан жақындатам, қараңдар. 246-дан бастап, немесе 221 деп те жаттатқызам мен сендерге. Империя болған кезде, Цин империясы, Цин. Бұл жерде накпен, көріп атсыңдар ма? 221, 207. Ал енді 207 дегеніміз ол бізде 3-ші ғасырдың соңы ғой. 3-ші ғасырдың соңынан бастап, БЗБ 3-ші ғасырдың соңынан біздің заманымыздың 3-ші ғасырына дейін бізде хан деген династиялар бар. Бұл ежелгі дәуірдегі династиялар. Ал алдағы біз орта ғасыр кітабын бастаған кезде, осы ханнан бастап ары қаратай орта ғасырлардағы жаңа заманға дейінгі династияны айтамыз. Одан кейін жаңа заманнан қазіргі заманға дейін. Қазіргі заманда енді Қытай Халық Республикасы, Қытай Республикасы, Қытай Халық Республикасы деп оны түсіндірем сендерге. Сонымен кеттік. Бірінші, ең алғашқы мифтік династия біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықтағы Ся династиясы. Бұған қатысты жаңалықтарды бізде көп жауаптық сұрақпен сұрайды. Қаланы қоршаған қабырғалар тұрғызды. Кімдер? Ся династиясы. Әскер жасақтады. Ся династиясы. Түрме салды. Ся династиясы. Мынау бізде ұбт-да келген сұрақтар. Қылмыстық кодекс енгізді және күнтізбе. Енді осы Ся династиясының аумағын қараңдар. Міне, қараңдар, Ся династиясының аумағы, олардың шығыс жағында Шан немесе Шан-ин деген династия болды. Бұлар күшейіп 16-ші ғасырда біздің заманымыздан бұрын кімдерді басып алды? Ся династиясын жаулап алады. Сөйтіп мына жердің бәрі енді Шан-ин династиясы болады. Ал енді осы Ся династиясының соңғы билеушісі кім болды? Алғашқы билеушісі, ортадағы билеушілер айтылмайды. Соңғы билеушісі айтылады. Қатыгез Ци деген патша болған. Осы Ци патшаны тақтан құлатып, билікке 16-ші ғасырда Шан-ин династиясы келеді. Шан-ин мемлекеті, Шан-ин патшалығы айтып атқан сөзім, Ол бізде Шан-ин патшалығы 16-ші ғасырдан 11-ші ғасырға дейін билік құрады. Яғни
уақыт сызығын алатын болсақ 16 ғасыр, и 15, 14, 13, 12, 12, 11 деп, 11 ғасырға дейін. Әрине мынаның алдында БЗБ бар. Өйткені ежелгі дәуірді айтып жатырмын мен сендерге, оқушылар. БЗ болған кезде түсіндіремін. Сонда мына аралық бізде Шан-ин династиясы. Енді осы Шан-ин династиясының жер аумағы қосқан кезде, мынау сәмен қосқан кезде осы қарамен белгілеген бұл Шан-ин аумағы құрылды. Енді оның алғашқы патшасы деп интернеттерде жүреді, ол Чен Тан деген. Олар бізде бірақ ОБТ-да келмейді. Енді есте сақтаңдар, Шан-ин дәуірінде 3 маңызды жетістік болды. Ол бізде үшеуі мынау. Біріншісі қола қолданысқа енді деген, қола қолданысқа енді. Одан кейін қалалар пайда болды деген, және жазу пайда болды деген. Осы жетістіктерін бізде ОБТ-да сұрақ ретінде сұрайды, соларды жаттап аласыңдар. Енді қола қолданысқа енген кезде қоладан не істеді? Осыған дейінгі сабақтарда біз қос өзендіктер деп айттық, мыстан қару-жарақтар жасады деп. Сол сияқты қоладан шан-индіктер не жасады? Қару-жарақтар жасады және рәсімдік ыдыстар жасалды. Сосын қалалар пайда болды деді. Қалаларда нелер болды? Қолөнершілер шоғырланған орындарды қоршап, қабырға тұрғызып, қала деп атады. Қала қабырғаларының сыртында сүйек кесу, қыш күйдіру шеберханалары болды. Сонда қолөнершілер, мынау қала деп алатын болсақ, осы жерде қолөнершілер бәрі өмір сүріп жатыр еді, и осы жерде шеберлер жасайды, и қаланың сыртына шығарып, оны күйдіреді, сүйек кесу, қыш күйдіру шеберханалары сыртында болған. Ал одан кейін қалаға жаңбыр жауған кезде қаланың ішінде су тасқыны болмау үшін, сол кезде артық ылғалды төгу үшін арналар бұру желісі болды дейді. Осы Шан-ин дәуірінде. Арықтар емес, арналар деп айтып жатыр, дұрыстап қарап алыңдар. Сосын жазу пайда болды. Енді жазу пайда болған ең сонда еще осы Шан-ин дәуірінде қолөнершілер, ауыл шаруашылықтар бөлек-бөлек өздерінің шаруашылық ретінде жүрді, бөлек тұратын болды. Сосын 16 ғасырда құрылды деп айттық қой. Енді 15 ғасырда әлеуметтік даму туралы мәліметтер 15 ғасырдан ортасынан бастап осы шан-индіктер деректерде кездесе бастайды. Және олардың дамығаны соншалық, олар өздерінің президенттерін, яғни патшаларын сайлады. Ол патшаны Ван деп аталды. Мысалы, Қазақстан тарихында үйсіндерде Гунмо, ғұндарды Шан-ю деп атамыз ғой, дәл сол сияқты шан-индердің билеушісі Ван деп аталған патшасы. Ол мемлекетті басқарды, және жоғарғы абыз қызметін атқарды, мемлекетті басқарудан бөлек. И жоғарғы билеушілерден бөлек ең халқы көп, яғни халықтың басым бөлігі қолөнершілер және шаруалар болды. И Шан-ин дәуірінде құлдар аз болған. Шан-ин династиясының картасын ұмытпаңдар. Енді 15 ғасыр, 14 ғасыр, енді 13 ғасырда Шан-ин династиясында екінші жартысында Удин деген, сонда Шан-иннің бірақ билеушісін айтып жатырмыз біз. Удин деген кезінде, Уди Ванның кезінде Шан-ин мемлекет қуаты артты дейді. И осы Удин қандай өзгерістер енгізді? Ұлы Шан деген қалада, Ұлы Шан деген қала бұл, сол жерде сарай салғызған, ғибадатханалар салғызған. И ин аумағын едәуір кеңейткен осы Уди Ван. Өзінің ұрпақтарын есінде ол қуатты жаулаушы ретінде қалды. Өйткені шекараны үлкейткен. Уди Ван қайтыс болғаннан кейін ин династиясында бытыраңқылық басталып, и Шан-ин династиясы 11 ғасырда оларды өзінің солтүстігіндегі көршілері чоулықтар жаулап алады. Чоу династиясы келеді. Чоу династиясы. Сонда мына жақтан чоу деген тайпалар, Чжоу деген тайпалар шабуыл жасап, 11 ғасырда немесе 1027 жылы ин аумағында чоу тайпалары басып кірді. И чоулықтар осы индіктердің бүкіл нәрсесін пайдаланып, и оны ары қаратай дамытқан. 11 ғасырдан 13 ғасырға дейін. Сонда 11 ғасырдан 3 ғасырға дейін чоулықтар өмір сүріп жатыр. Енді чоулықтардың тұсында ең маңызды құндылығы олар индіктердің жазбаларын меңгерді. И сол жазуды ары қаратай дамытты. Чоулықтар индіктердің қола құю өндірісін барынша дамытты, и потом өздері темір өндіруді ойлап тапты. Кімдер? Чоулықтар. Чоулықтар индіктердің қос атты дөңгелекті, мына екі ат жегілген әскери арбалары, сол кезде Қытайдағы осы индіктер арбалет ойлап тапқанға дейінгі жауға соққы беретін ең қуатты машина еді. Ол екі дөңгелекті арба. И осы екі дөңгелекті арбаны
жасауды өздері үйреніп алды. Кімдер? Чоулықтар. Енді осы чоулықтар нені ойлап тапты ағай сонда өздері десеңдер, олар арбалетті ойлап тапты. Сонда мынандай да сұрақ бар. Арбалет ойлап тапқанға дейін индік үлгідегі ежелгі қытайлық арбалар, яғни индік үлгідегі арбалар деген бұл дұрыс жауап болады. Жауға соққы беретін ең қаһарлы қару десе, индік үлгідегі екі дөңгелекті арба деген бұл дұрыс жауаппен келеді. И сонда мына арбаны индіктер ойлап тапқан. Мына жерде 3 адам тұрады. Біреуі найзамен, біреуі садақпен, біреуі арбаны айдап отыратын адамдар. И сөйтіп арбалетті чоулықтар өздері ойлап тапты. Сонда мынау шан индікі, шандікі, а мынау чоудікі. Вот. Кеттік ары қаратай. Енді чоу кезеңдегі өзгерістер. Олар өздері қоланы үйреніп еді ғой. Енді темірді тұрмыста пайдаланды. И осы темірді тұрмыста пайдалану арқылы ауыл шаруашылығында еңбек өндірісі жоғарылады. Бізде сұрақ бар. Қазір оны көрсетемін сендерге. Сосын арналар мен бөгеттер жасанды. Бөгеттер. Сосын жасанды суару жолдары, құрылыстар салынды деген дұрыс жауап болатын сұрақтар болады. И құлөншілік кең тарады. Құлөншілік жерге жекеменшік пайда бола бастады. Енді пайда бола бастады, бірақ қалыптасқан жоқ. Пайда бола бастады. Енді чоу кезеңдегі шаруашылықтағы өзгерістер деп сұрайтын сұрақ бар бізде ұбт-да. Сол кезде арналар мен бөгеттер салынды, темірді тұрмыста пайдалану таралды деген бар. И қалған варианттарын қарасаң, тұңғыш орталықтанған мемлекет қалыптасты деген ол Цин дәуірінде. Қоладан қару-жарақтар деген ол чоуда емес, шан инде. Инспекциялық ведомство деген Цинда, құл саудасы деген ол Цинда болады. Ал сонда мына екеуі А мен В бізде не болады? Чоу дәуіріне жатады. Енді чоу дәуірінде біздің заманымыздан бұрын 11-ші ғасырда құрылды деп айттық. 9, 10, 9, 8, 8-ші ғасырда оларда сепаратистік тенденциялар белең алды дейді. Яғни ішінде бөліну пайда болды чоудың ішінде. И осы кезеңде мұрагерлік жер енді жекеменшікке айнала бастады. Жекеменшік ақырында пайда болды дедім ғой жаңа. И қауымдық жерді енді ортақ пайдалану жүйесі ыдырады. И әркім өзі жеке пайдаланатын болды. Енді 8-ші ғасыр деп айттық. Енді осы 8-ші ғасырда Қытайдың көшпелі тайпалары, мына чоу династиясын бөлек, мына жақта Ди деген тайпаларға бірігеді, көшпелі тайпалардың бәрі. И сөйтіп олар Хуанхэ жағалауына келеді 7-ші ғасырда, Диге бірігеді 8-ші ғасырда. Бір ғасырдан кейін бұлар күшейіп 7-ші ғасырдың басында Ди тайпасы Хуанхэге келіп чоулықтардың астанасына, чоулықтардың иеліктеріне шабуылға шығады. Бірақ чоу құламайды. 6-ші ғасыр өтеді, 5-ші ғасыр өтеді, 4-ші ғасыр өтеді, құламайды. И сол кезде Дилердің тайпалар бәрібір құлата алмайды, қайтадан көшпелі тайпалар бытырап кетеді. Ал сол уақытта мына жерде, мына чоу династиясының батыс жағында Цин деген тайпалар, немесе Цин князьдігі деген болды. Сол Цин деген князьдік күшейіп бастайды. И осы Цин деген князьдік күшейеді. Қашан? Мына 4-ші ғасырда. И сөйтіп олардың Цин князьдігінде, ол чоудың құрамында батыс жағында орналасқан деп түсініңдер, иә? Осы циндіктердің князьдігінде бір ұлы адам болады. Реформатор деп алайықшы. Осы циндіктердің чоудың батысында орналасқан циндіктер өз князьдігінде реформа жасайды. Яғни біздің заманымыздан бұрын 4-ші ғасырдың ортасында Цин князьдігінде Шаньян деген адам реформа жасаған. Бұл Шаньян міне. Енді осы біздің заманымыздан бұрын 4-ші ғасырдың ортасында Цин патшалығында Шаньян жүзеге асырған маңызды реформа, ол қандай реформалар? Экономикалық, әскери, саяси. Ол жер реформасында жасайды. Яғни ол экономикалық реформаға кетіп қалады, жер реформасы деген. Түсіндер ма? Соның ішіне кіреді. И осы жерде қазір бұлардың бәрі сұрақтар. 2 абзацының өзінен жосық сұрақтар алған, бұның бәрін жақсылап жаттап алыңдар. Енді Шаньян реформасына қатысты дұрыс дәйектер. Ван Манның реформаларын қойып тастайды сендерде. Қауымдық байланысты жойды, қауымдық байланысты, яғни жекеменшіктер пайда болды. Жекеменшік қатынастар дамытуға жол ашты, қалыптасып бастап еді чоуда. Ал енді жаңа мүлік иелерінің мүдделерін қолдады, жаңа байларды қолдап жатыр. Бұл бір. Тағы да, ежелгі Қытайда қауымдық жерді иеленуге қатысты, реформа жасаған кім десе, ол Шаньян. Бұл билеуші емес. Шаньян реформасынан кейінгі өзгерістер, ол жерді еркін сатуға және сатып алуға рұқсат берді. Жекеменшік пен тауар ақша қатынастары дамыды. Кімнің тұсында? Шаньян реформасынан кейін.
жер өңдеушілер шағын жер иелеріне айнала бастады. Сөйтіп жерлерін көбейтті. Шаньянның әскери реформасы, ол әскери қызмет пен әскери жетістіктер жоғары бағалады, и оларға қаржылай көмек те берді, атақтар да берді. Ал бұрынғы ақсүйектер әскери жетістіктерін жаңартпаса, әскери жетістіктер болмаса алдағы уақытта, олардың ақсүйектердің артықшылықтарын жойып тастады. Кеттік ары қаратай. Шаньян реформасы барысында ынталандырды. Шаньян жер өңдеушілерді және тоқымашыларды ерекше көңіл бөлді. Шаньян әкімшілік реформада жасады. Оның реформасы бойынша ескі ру тайпалық бөлімнің орнына бір тұтас әкімшілік бөлімдерді енгізеді. Кім десе Шаньян. Осы жерден осындай сұрақтар бар. Ал енді Шаньян осы Цин князьдігінде жаңағы Цин князьдігінде Чоу князьдігі әлі өмір сүріп жатыр ғой. Енді осы кезде чоулықтарда тайпалық көтерілістер болады, анау болады, мынау болады. Сөйтіп мемлекет әлсірейді 3-ші ғасырдың соңында. Қытайда алғашқы орталықтанған мемлекет құрылады. Негізі біздің заманымыздан бұрын 246 жылы мына циндіктер жаңа 4-ші ғасырдан бастап 3-ші ғасырға дейін Иншен жаңа Шаньян реформа жасады. И Цин князьдігі күшейді да, олар бүкіл ненің Чоудың жерін жаулап алды, и бүкіл мемлекетті бірге біріктірді. Ұсақ тайпалар бар еді, соның бәрін біріктіріп, Цин династиясын құрды. Цин империясын құрды. То есть империя уже патшалық емес, династия болып келді ғой, яғни патшалық болып келді. Енді ол империя болды. Қашан империя болды? 246 жыл емес, 221 жылы. Бәрін біріктіруге уақыт кетті. 221 жылы Иншен Цин империясының алғашқы императоры болып жариялады. Алғашқы императорды Ши Хуанди деп те атайды оны. Сонда 246 жыл 13 жасында Иншен отырды, жаулаушылық жорықтар жасады. 221 жыл мемлекетті орталықтандырып, біріктіру процесін аяқтады. И Иншен өзі мен өзінің мұрагерлеріне, туысқандарына жаңа атақ беріп, Хуанди император мәртебесін енгізді. Енді осы Цин Ши Хуанди, немесе Иншен ғой оның есімі, император Қытайдың аумағын 36 әкімшілік аймаққа бөлді. И ол аймақтар уездерге бөлінді. Ал уездерге уездердің өзі шағын қауымдар мен бөлімшелерден тұрған еді. Енді маңызды есте сақтаңдар деген жер бар. Сол жерде мынандай сөздер бар, қараңдар. Цин империясының мемлекеттік құрылымы дейді. Оларда әскер болды ма? Болды. Қаржылық жүйе болды ма? Сот саласы болды ма? Императордың отбасына арналған арнайы құрылым болды. Оларға тиісуге болмайды, қарауға болмайды деген сияқты. И инспекциялық ведомстволар, яғни кәдімгі архивте құжаттардың бәрін жүргізетін жүйе қалыптасқан. Енді осы Цин империясында 221 жыл құрылды дедік қой, бірақ 207 жыл бұлардың ішінде алауыздық болады, көтерілістер болады, мемлекет құрдымға кетіп бастайды. Сол кезде хан династиясы билікке келеді. Сонда 3-ші ғасырдың соңы дегеніміз біздің заманымыздан бұрын 207 азғантай өмір сүрді Цин империясы. 3-ші ғасырдың соңында Цин империясының орнына хан династиясы келеді да, олар көптеген жаулаушылық жорықтар жасайды. Енді хан династиясының негізін қалаған адам Гаоди деп бізде Қазақстан тарихында сұрайды. И ол Гаоди ғұндардың билеушісі мөдеге шабуылға жасағандығы туралы Қазақстан тарихында беріледі. И сендер ойлап қалмаңдар, хан империясының негізін қалаушы Уди емес, оныкі Гаоди, ал келесі императоры Уди. Осы Уди басқа жерлерге шабуылға шығып, қазіргі Монғолия жерін кірітіп, хан династиясын жер аумағын ұлғайтады. Сонда мына жерде 3-ші ғасырдың соңынан басталды хан династиясы, и мына жерге дейін билік құрады. БЗБ 3-ші ғасырдың соңынан біздің заманымыздың 3-ші ғасырына дейін билікте отырған, бізде ол хан династиясы. БЗБ 3, БЗ 3. Түсіндер ма? И мына жерде 3, 2, 1 и 0. И біздің заманымыз басталып жатыр, қараңдар. БЗ. И ары қаратай кейін уже орта ғасыр болып кетеді. Енді хан дәуірінде болған өзгерістер. Борыштық құлдар саны артты, яғни қарыз құлдар. Ірі құлүйеншілік шаруашылықтар пайда болды ханда. Құл саудасымен айналысатын базарлар жұмыс істеді. Базарлар. БЗБ 1-ші ғасырдың соңында хан империясында тұңғыш рет билік құрушы үстемдік тапқа қарсы наразылық болып, 1-ші ғасырдың аяғында, яғни БЗБ 9-ші жылы, осы хан династиясының императорының мамасы жағынан туыс, императордың мамасының інісі,
яғни императордың нағашысы Ван Ман билікті басып алып таққа отырады. Мемлекетте құлдырау болды ғой, тұңғыш көтеріліс болды. И құлдырауды не істеп, көтеріліс жасап, жаңа Ван Ман басып алды мемлекетті, таққа отырды. Сонда қашан таққа отырды? Ван Ман БЗБ 9 жыл, 1 ғасырдың аяғында. Яғни хан империясында тұңғыш рет шаруалар билік құрушы үстем тапқан наразылықтарын білдірді. И 9 жылы билікті басып алып таққа отырды Ван Ман. И Ван Ман жерді сату мен құл саудасына тыйым салуға тырысты. Құл саудасына, бірақ құл емшілікке емес. И сөйтіп ол реформа жасайды. 9 жылы билікке келді. 9, 8, 7, 6. 6 жылы ол өзінің реформасынан бас тартады да, қайдан құлды сатуға, сатып алуға рұқсат етеді. Неге? Өйткені үлкен жер иелері, көп құлы бар адамдар оған қысым жасайды. Сонда Ван Манның реформасы сәтсіз болды. И хан империясында халық көтерілісі енді БЗБ 9, 8, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5 деп басталады ғой. Біздің заманымыздан бұрын 18 жылдан 23 жылға дейін Қызыл қастылар деген көтеріліс болды. Бұл Ван Манға қарсы көтеріліс. Ван Манға қарсы көтеріліс. Ван Ман ешқандай өзгеріс жасай алмады. Сонда шаруалар енді көтеріліске шығып, императордың әскерінен ерекшелену үшін қастарын қызылға бояу болады. Сонда Қызыл қастылар көтерілісінің басшысы кім десе, Фан Чун деген адам болды. Ол біздің заманымыздың 18 жылы көтерілісшілерге Фан Чунға Шандун тұрғындары да қосылады. И сөйтіп олар көтеріліске шығады. Көтеріліске шығып, Ван Манның әскерлерін жеңе береді. Енді Ван Ман 100 мың әскер жібереді 22 жылы. 18, 19, 20, 21, 22 жылы 100 мың әскер жібереді. Ол да жеңіліп қалады. Ал 23 жыл тағы да көтерілісшілер Ван Манның әскеріне шабуылға шығып, Ван Манның әскерлерін жеңеді. 23 жылы Ван Манды өлтіріп тастайды. Сөйтіп 23 жыл көтеріліс аяқталады. Бірақ сол кезде жаңа шаруаларды қолдаған ақсүйектер енді жаңа Фан Чунның адамдарын, шаруалардың бәрін лақтырып кетеді и оларды талқандап тастап, БЗ 25 жылы сол кездегі недегі хан империясындағы Лю Сю деген император болып жарияланды. Ол әскери адам болды сол кезде. Өзін император деп жариялап, Астананы Лоянға көшіреді дейді. Бұл Лю Сюдің жасаған әрекеті. Кім отырды деп сұрауы мүмкін. Бұл Қызыл қастылар көтерілісі алғашқы кезде жеңіп келіп, ең соңында сәтсіз болды. Енді хан империясында тағы бір көтеріліс болды, бірақ ол жаңағысы 18-20 жыл 1 ғасырда болды ғой. Ал енді 184 ол 2 ғасыр. 2 ғасырдың аяқ жағында Қытайдағы сары орамалдылар көтерілісі не үшін болды десе, өйткені олар жаңа сары орамал тағып алды, сары киінді. Ол экономикалық және саяси дағдарыстың себебінен болады. И ол көтеріліс не болады? Жеңіледі. Сонда 180 жеңеді и империя құлайды. Сонда мынандай сұрақ бар бізде. 184 жыл Қытайдағы сары орамалдылар көтерілісі нәтижесі дейді. Хан династиясы құлады деген болады. Өйткені ол экономикалық дағдарыс орын алды. Сонымен династиялардың толық айтып болдық. Енді ежелгі Қытайдың мәдениетіне тоқталамыз. Тарихи жетістіктері қандай болды? Олар ең алғашқы қағаз иероглифтік жазуды ойлап тапты. Қағазды және жазуды иероглифтік. Өз бетінше пайда болған жазу бұл. Тұтпағарды ойлап тапты. Компас, тұтпағар. Тұт ағашын өсіріп, жібек құртын өсірді. Тұт ағашында соның негізінде жібек алуды, жібек құртынан жібек алуды үйренді. Жаратылыстану ғылымында өлшеусіз үлестер қосып, олар математикалық 9 неден тұратын, бөлімнен тұратын трактат жазған дейді. Астрономия саласында да үлкен еңбектер жазды. Және халық поэзиясынан бастау алған өзіндік ерекше философиясы бар. Түпкі мәні конфуцийлықтан шыққан шығарма десе Ши Цин деген шығарма. Яғни бұған дейінгі мемлекеттерде біз шығармаларды айттық қой, дәл сол сияқты шығарма. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Әр династияның ерекшеліктерін барлығын дұрыстап жаттап алыңдар.